Функцияның өсу және кему аралықтары. Берілген функциямыз осы шартты қанағаттандырса, бұл функция осы аралықта өседі. Ал туындалып ол 0-ден кіші болса, ол осы аралықта кемиді. Енді мысал қарастырып көрейік. Бірінші мысалымыз 4х квадрат fx тең 4х квадрат минус 24х тең осы функцияның маған өсі қай аралықта өседі, қай аралықта кемитіні керек табуымыз керек. Бірінші туындаламыз. 4х-тен туындасақ 8х, азайтылған 24, 0-ден үлкен, яғни мына аралықта өседі. X 3-тен үлкен болса өседі осы аралықта. Бұны жауабын 3-тен плюс x-ке дейін, яғни 3-тің өзі кіреді. Ал fx 0-ден кіші, яғни 8х минус 24 0-ден кіші, онда x кіші 3-тен. Минус x-ке дейін 3 аралығында бұл функция кемиді екен. Бұл аралықта кемиді, ал бұл аралықта өседі.